Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Амандық Қуандық. Бүгін мен сіздерге домбыра таңдаудағы 5 кеңеспен бөлісетін боламын. Ендеше біріншісі, ол домбыраның өлшеміне аса назар салу керек. Ол дегеніміз, егер сіздің жасыңыз 13 жастан жоғары болатын болса, онда сізге стандарт өлшем 48-ші өлшемді домбыра болады. 48-ші өлшем дегеніміз, ол домбыра бойының ұзындығы, яғни 48 сантиметрді құрайды. Одан кейінгісі бұл домбыраның құлақтары. Мына домбыраның өздеріңіз көріп тұрған құлақтары бұл заводской құлақ. Бұл құлақтың жасалатын материалдары бук немесе қайың ағаштан жасалады. Бұл дейтін басқа домбыраларға қарағанда дыбысты жақсы ұзақ мерзімге дейін ұстап тұрады және де бұралып кетпейді. Ал базардың арзан домбыралары құлақтары басқашалау келеді және де олардың дыбыс ұстаулығы көпке бармайды, бұралып кете береді. Бұл сонысымен мықты. Ал ендігі кезекте домбыраның пернелері. Домбыра ойнағанда домбыраның дыбысының жақсы шығуы ол осы пернелеріне байланысты болады. Егер осы пернелері дұрыс байланбаса, домбыраның дыбысы музыкада фальш дейді, нақты шықпай, ызылы байқалады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына домбырада пернелері 6-лық ішекпен байланған және де 2 қабат қылып байланған. Бұлар дегеніміз дыбысты жақсы ұстап тұрып, көпке дейін қозғалмайды. Ал арзан домбыраларда осы 1 қабат қылып байланады, соның кесірінен олар көп жылжып кетіп, домбыраның дыбысының бұзылуына әкеліп соғады. Ал мына домбыраның ішектеріне келетін болсақ, бұрынғы кезде домбыраның ішектері жануардың, қойлардың ішегін кептіріп, оны сосын домбыраға тартып байлайтын болған. Ал қазіргі кезде бұл қарапайым балық аулайтын леска, размері 7-лік өлшем болады. Ал ең соңғысы бұл домбыраның тиегі. Домбыраның тиегі қатты үлкен болмау керек, немесе тым кішкентай болмау керек. Егер қатты үлкен болған жағдайда домбыраны ойнаушыға қолына ілініп кедергі тудырады. Ал егер тиегі тым кішкентай болса, ол кезде домбыраның дыбысын едәуір бәсеңдетіп тастайды. Және де тағы да айта кететін жағдай, домбыраның тиегін балмен, жабысқақ затпен қатырып тастаған жөн болады. Себебі егер домбыраның тиегі қатпаған болса, ойнағанда қозғалып, домбыраның ызылы пайда болады. Ендеше осымен біздің кеңестеріміз аяқталды. Домбыра таңдағанда өзінің ісін білетін мықты маманнан, я болмаса домбыра ойнап білетін адаммен барып, көріп алған әлде қайда дұрыс болады. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.